Ой, Ереке, Әликем. ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Қалайсыздар, амансың? Аман есен, аман есен. Қош Ә, келдіңіз. Қош болдық, қош болдық. Ну, шам жағып қояйын, А? Жақсы, бәлем. Шамды жағып қояйын. Мынау өзі былай қойса болмайды ғой, Келесі жылы. О, Горизонтально. Осылай нормально ма? әдемі. Қалай көрінеді екенбіз, қалай сәлемдеміз. Ну, домбыра былай анда дауыс сәл андай болмайды. Қараңғы болып тұрған жоқ па? Жоқ, әдемі тұрсыз. Маған кішкене қараңғы көрініп тұр ғой, өзімдікінен шығар. Ал Ереке. Аха. Армысыз, құрметті көрермен. Бүгін жастардың шығармашылық фестивалін өткізу аясында бізде қонақта дәстүрлі Аршын тобының әншісі, солисі Ержан Смағұлов ағамыз. Ереке, алдымен қош келдіңіз дейміз. Бүгінгі іс-шараның мақсатымыз осы біздің сұхбатымызды, кездесуімізді көру арқылы өмірге жаңадан аяқтап жатқан жас буын, шығармашылыққа жастар өздеріне бір бағыт алса, тәлім тәрбие алса деген мақсатта өткізіп жатырмыз, Ереке. Ереке, сауалыңызды былай бастасақ, жалпы қалай келдіңіз? Бір бала күнгі арман болды ма, қызығушылық па, біреу жолын ұстады ма? Жалпы өзі өнерге келу деген мәселе біздерде қазір осы мәселеде жастарға енді қазір көпшілігі белгілі бір қатты қызығады, сосын келеді. Одан кейін енді кейбір жастарымызда жаңағыдай бір танымал болсам, бұл кішкене өнерді қалай болғанда да ары қарай меңгеріп ала беремін ғой, бірақ мен өлең айтып жүрсем, мені көп адам таниды. Одан кейін жаңағы мен парақшам болады, басқа болады. Енді қазіргі құндылықтарына қарағанда. Сондықтан да ал біздің уақытымызда жалпы біз енді қазақ даласында бірінші туа біткен өнер болу ғой. Кәдімгі іште қайнап жататын халықты көрсе, жаңағыдай қазақ айтады ғой, арқасы қозады деп жаңағы. Сондай бір өнер болды ғой деп өзімді санаймын. Әрі соған бір кішкентай халықтың осы бір ән деген рухани құндылығын соны дәріптесек, соны бір нақышын келтіріп, жүрдім бардым емес, әрбір жерде бір той томалақта ғана емес, шынымен мейлінше деңгейін түсірмей, соны бір дәріптей алсақ деген бір арман болды. Енді сол жетелеп осыған қадам бастық деп ойлаймын. Жақсы, тамаша. Қазіргі біздің қоғамдағы бір мәселеге айналып тұрған нәрсе ғой. Әннің мәтіні деген нәрсе. Қазір ән айтып жүрген азаматтар өздері түсінбей, бірақ көпшілікке айтқысы келіп, әнде бір түсіндіру баяндау ғой жаңағы. Сіз әннің мәтініне қаншалықты мән бересіз, айтатын әндер? Енді мен әншімін. Енді әрине әуен ол әні өте маңызды, бірақ мен үшін менің әнімді тыңдап отырып, бұны не туралы айтып жатыр деген пікір қалыптастыру менің болмысымдағы, менің ұстанымдағы нәрсе емес. Сондықтан да мен үшін сөз өте маңызды. Сондықтан да кейбір бірінші әніне қараймын, бірінші сөзіне қараймын, әні мен сөзіне екеуіне де бірінші қараймын. Содан кейін барып, оның орындалуын қараймыз, халыққа берерін қараймыз, қалай әсер етеді, осымен мен не айттым деп тұр деген сияқты. Арғы түпкілікті оның әсеріне де үлкен көңіл бөлемін өз тарапымнан. Өйткені құрал негізі, енді қазіргі тілмен айтқанда бұл ән өнері болсын, басқа бұл үлкен идеология. Бұны
тыңдап, адамдар өзіне тәлім ала алса, жамандықтан аяғын тартып, жақсылыққа бет алып жатса, ол негізгі біздің мақсатымыз, негізгі біздің жаңағы қойған өзіміздің міндеттеріміздің орындалуы деп санаймын. Сол. Әнші боламын деген адам дайындықты неден бастау керек? Не істеу керек жалпы өзі әнші болу үшін? Әнші болу үшін негізгі бағанағы басындағы сөзімді айтып жатырмын. Бірінші, адам бойында дарын болу керек. Алладан туа біткен талант болу керек, дарын болу керек. Одан кейін барып оны ұстаздың алдын көріп, жаңағы болады ғой бір ағаштың бір керемет ағаш болады. Егер оны бір шебер ағашты жонып, жаңағыдай әрлеп, белгілі бір өзінің мақсатына қолданса, ол ағаштың құны не істейді? Жоғарылайды. Ол ағаш жаңағыдай әсем болады, жаңағыдай егер одан домбыра істесе, мысалы, шешен домбыра болады деген сияқты. Сол сияқты жалпы дарынды тәрбиелеп, оған бағыт, бағдар көрсетіп, жаңағыдай белгілі бір өзінің жаңағы табиғатын сақтап отырып, әнші мысалы қалыпқа түсіріп, мен сияқты айт деп ұстаз өзіне жаңағыдай баулып жіберудің қажеті жоқ. Яғни баулу дегенде өзінің көшірмесін тәрбиелеп шығудың қажеті жоқ. Оның табиғатын, жаңағы болмысын ескере отырып, соны аша алса, бұл енді үлкен ұстаздың шеберлігі жалпы. Сондықтан да енді шәкіртке де айтарымыз сол, шынымен қатты еліктеу арқылы, мысалы Мейрамбек уақытында енді еліктеді көп әншілеріміз, бізде де болды. Жаңағы Мейрамбек сияқты, Тоқтар сияқты қасымызды бүйтіп жаңағы жасап, яғни ол белгілі бір этап, белгілі бір уақытқа дейін болады. Одан кейін өзіңіздің жан дүниеңізбен, өзіңіздің жаңағы дауысыңыздың жаңағы бояуы бар, табиғатыңыз бар, соны ескеріп, өзіңізше бір жеке дара тұлға болып даму керек деп ойлаймын. Соған байланысты. Жақсы, тамаша. Жалпы еліктеушілік айтып жатырмыз ғой. Осыған ерекше бір кеңінен тоқталайықшы. Еліктеушіліктің ішінде мысалы қайталау бар, біреулер қайталайды. Еліктейді, ұстап, бірақ өзі болмаған жағдайда осы тұрғыда бір бағыт-бағдар бере кетсек, доктор Береке. Енді жаңағы мәселе еліктеушіліктің артында қатты еліктеп, жаңағыдай өзінің не дейді, мөлшерінен тыс еліктеп кеткен кезде адам өзін жоғалтып алады. Тура өзін, иә, көшірме бұл. Оның жаңағыдай шаш үлгісі де сондай болады, жаңағы бет әлпетінің өлең айтқандағы жаңағы мимикасы дейміз ғой, ол да соны жаңағыдай өзіне сіңіріп алғанын ол байқамай қалады. Ең қиыны сол да, сен анау кім сияқты айтады, бәлен сияқты айтады екенсің десе, ол соған барқаяды. Мен оның жаңағыдай, мен оның орындау шеберлігін бірдей екенмін, онымен деңгейлес екенмін, болмаса жаңағыдай мен сол әнші сияқты қабылдап жатыр, деген менің өскенім деген сияқты іштегі ол уақыттық бір алдамшы сезім болады. Яғни ол белгілі бір дәрежеге дейін ол керек. Одан кейін дәл оны ары қарай жалғастырып, соның айтқан әнін дәл жаңағыдай орындап, дәл сол сияқты киім үлгісін киетіндер де табылып қалады. Ондай жастар шынымен бәлки көпшілігі яғни шартсыз түрде өзін жаңағыдай әдейілеп емес, байқамай қатты соған еліктеп кетеді. Мәселен бізде бір жігіттер бар, Майкл Джексонға еліктейді мысалы. Енді ана қалпағында, басқасында жаңағыдай лунный жүрісі бар, ай жүрісі бар, басқасы бар. Сөйтіп ел қошеметтейді, шынымен де қарсы алып, талант, шебер екен. Бірақ ол белгілі бір уақытта ол тоқтайды, даму болмай қалады деп ойлаймын. Ол бір соны көшірме жасады, бірақ оны кім деп таниды? Оны мысалы бәлен деп танымайды. Мысалы, Майкл Джексонның копиясын, болмаса пародиясын өте керемет жасайды деген пікір ғана қалыптасады төңірегінде. Яғни ол адамға
кәдімгі бірсыпыра уақыттан кейін кішкене адам жалығады, қажиды, жарайды Майкл Джексон 2 адам таңғалды, 3 адам таңғалды, 5 жыл таңғалды. Белгілі бір уақыттан кейін ол таңғалыс не істейді? Тоқтайды. Өйткені сіздің өзіңізге бір керемет, бір жаңаша дүние болмаған адам әрине. Анау ғой дейді, анау келатыр дейді салады. Сондықтан да оған бір шығармашылық тұрғыдан. Негізі шығармашылық адам дегеннің сөздің өзі сол да. Шығармашылық, сенде болу керек, сенде жаңалық болу керек, сенде не болу керек. Сенде шәкірттерің арасында бір жақсы ізденістер болу керек деген сол тұрғыдан қараған кезде адамның шынымен де дамиды. Өйткені өмір бір орында тұрмайды. Егер сен дамымасаң, сені не істейді? Артынан дамып өсіп келе жатқан жігіттер орныңды басады да, белгілі бір уақыттардан кейін сұранысқа ие болмай қаласың. Бәлки сондай болып уақыт әркімде әртүрлі теңшейді, әртүрлі елейді. Жақсы, тамаша. Жалпы спортты айтқан кезде тайвист болма, әнші болмайсыз ғой. Иә, ол да ұстаным бар. Сондай. Ереке, енді сіз мысалы домбырамен дәстүрлі ақша орындайсыз, эстрадамен болса айтасыз. Жалпы жаныңызға қайсы жақын? Эстрада ма, жоқ дәстүрлі әншілік па? Эстрада. Мен жалпы бағытты дұрыс емес. Эстрада әншісі, жаңағыдай дәстүрлі әнші деген енді дұрыс қой. Біреуі жаңағы аранжировкамыз, жаңағы мысалы электронды звуктардың көмегімен сүйемелдеумен айтады. Яғни ол дәстүрлі әнді де эстрадамен айтуға болады мәселен. Дәстүрлінің бағытын, жаңағы табиғатын сақтап отыр. Яғни айтайын дегенім қазақи ән деп айтсақ жақсырақ болады. Эстрадалық әндер, қазақи эстрадалық әндер. Болмаса батыстың жаңағыдай бір үлкен әсерімен бөлініп кеткен эстрадалық әндер енді ол әрине бөлек. Сондықтан да егер ән табиғатына келіп тұрса, бір нәрсе ғой, айтайын деген. Заманның талабы басқа дейміз. Сондықтан да домбыраның мүмкіншілігі кішкене эстраданың мүмкіншілігіне қарағанда аз. Яғни соның есесіне жаңағыдай эстрадамен астына мысалы фон қойылады, гармония ұсталып фон қойылған кезде ол әнге бір жан бітіріледі. Соған бір жаңағыдай біздің қазіргі форматтарымыз бар ғой. 3D формат дейді, адамдар шынымен де баурап. Ал тек домбырамен қазіргі қоғам, қазіргі әндердің ортасында тек домбырамен ғана айту керек. Эстрада деген бұл жаңағыдай адамды бұзар, басқа қылады деу кішкентай. Заманың қандай болса, не дейді? Тазы болса, түлкі шалу керек. Оны меңгеру керек. Әнді соған қазақи құндылығын жаңағы беретінін әсерін сақтап отырып, эстраданы әдемі қылып қолданып айтса, жасаса, мен ойлаймын, әнді жандандырады, әннің жаңаша қыры ашылады. Әнді осы заманауи тұрғыда көпшілікке, көп тыңдарманның құлағына жеткізуге мүмкіншілік болады деп ойлаймын. Эстрада осы тұрғыдан біздерге таптырмас бір қолданатын құрал. Оны енді бір алып қашып, одан жиіркеніп, болмаса одан жаңағыдай жерудің менің ойымша қажеті жоқ. Ал енді өз тарапынан сіздің сұрағыңызға келсем, әр ән әрқалай. Домбырамен де бір кейде бір болады, тауға шығып алып, даңғырып. Қошына, қазір мен өзім бір айқайларым деп тұрмын, айтқым келіп тұр деген әндер, шынымен ол дәстүр. Жаңағы эстрадасыз, домбыра қалай болса солай орын. Яғни эстрада деген кейде бір шектеп тастайды. Ол жерде бір белгілі бір ритмі болады, ырғағы болады, белгілі бір жылдамдық болады, бір рамкадан шықпау керек бір нәрселер болады да. Сондықтан да оның да бір жақсы жағы бар, кейде бір шектеу болып қалатын жағы да бар. Сондықтан да әннің табиғатына байланысты, әннің қайда орындалатынына байланысты кейде эстрада әндерді де жанына жақын. Енді оны шығармашылығында біраз әндерге жаңағыдай эксперимент жасап көрдік. Халық шынымен де, өйткені ол заманыңмен санасып, қоғаммен санасып, әндерді құбылтпасаң, заманыңнан айылып қаласың, болмаса, яғни сіздің былай айтқанда эстрада дұрыс емес, мен әнімен айта беремін, маған келіп тарамай қойды деу, бір жерде сізде даму даму болмай қалады. Сіз екі елдің әнін тыңдау керексіз,
қазақтың әнімен салыстыру керексіз, оған қандай бізге жақын жері бар, қандай бізге осыны қосып бір жақсы болса қандай болады деген сияқты адам шыңдалу керек. Белгілі бір уақытқа дейін солай келсе, кейін таза қайнар көзден дәстүрлі әннің сусындай бер. Пожалуйста, ол ешқандай жаңағыдай өрескелдік болмаса бір жаттық жоқ. Ал енді қазіргі жастарға таза домбыраны ғана тыңда деп шектесеңіз, сен анандай болдың ғой бұл. Жаңағы байырғы айтқан көне қалыптасқан. Сондықтан да жастарға айтарым, шынымен де бұл өзіміздің табиғатымызға сай қылып әдемі. Енді болмысымызды жоғалтпай эстрадалық әндерді үйреніп айту, менің ойымша керісінше өте пайдалы, өте біздің қазақ әндерінің тыңдалу ауқымын былайта көбейтеді деп ойлаймын. Сондай тараптан дұрыс түсіндіре алдым ба білмеймін. Бірақ көзқарасым осындай. Ол кейін қалыптасқан көзқарас. Уақытында бізге де қатты құйған дәстүрлі әншілер деген сіздер эстрадаға жоламызға эстрада бұзылады деген сияқты біраз жаңағыдай сіңірген ондай. Ол да дұрыс, ол кісілер дұрыс көңілмен, дұрыс ниетпен біз бағыттады. Елпілдеп, желпілдеп тұратын бір жас болады ғой, 25-30-ға дейінгі жастарда, мысалы, әркімден әртүрлі. Сол кездерде қатты ой эстрада деген ең өнердің мынау деген бір шын екен ғой деген сияқты кетпесін деп, өзіміздің жаңағы өзегімізден айырылып қалмасын, қазығымыздан алыстап кетпесін деп, бәлки сондай насихат болды ғой деп қазір енді кішкентай ақыл тоқтатқан сондайды ұйғарып отырмыз. Бәлки солай да шығар. Қателесетін де шығар, кім біледі. Бірақ осындай еді. Бірақ негізі солай дейсіз ғой. Иә. Кейде өзіміз ақтап та жатқан шығармыз. Дұрыс дәстүрлі әнді орындай алмағаннан кейін эстрада қосылып, шытырлатып, жалтылдатып, бәлки олай да шығар. Бірақ белгілі бір уақыт емші, біраз уақыттан кейін оның да нәтижесін көреміз. Бұрыс болса қарай. Енді әр жақста өз бір адамға не беріледі, даналық беріледі. Бір адамға өзінше бір тәжірибе жинақтайды, соған қарай өзде пікірлер ауысып тұрар ғой деп ойлаймын. Өнер болғаннан кейін ол солай шығар. Жақсы, тамаша. Енді бір арасында уақыттар болды. Бүгін таң атпай үйде тұрып айғайлап. Мен ерте тұрамын өзім жалпы. Ерте тұруға тырысамын. Өйткені ертерек демалып, таңмен бірге оянып деген сияқты. Сондай, өйткені таңда береке бар ғой. Енді көпшілік қоғам жалпы енді бір не бар, стереотип дейміз ба, өнер адамдары түскіден ұйықтайды деген. Біз енді білім саласында жүргеннен кейін, жалпы шәкірттерімізбен тікелей жұмыс істеп жүргеннен кейін, бірінші 9-дан кешкі 6-ға дейінгі жұмыс уақытымыз бар. Сондықтан да ол мен үшін өзіме бір үйреніп қалған жай. Ешқандай. Енді әрине шырқыратып ән айту таң атпай кішкене қиындық тудыратыны анық. Өйткені адамның дауыс несі аппараты ол белгілі бір уақыттан кейін екен. Сонша жыл бойы бұл үйреніп қалу. Адамның денесі ол өзінің жадысы бар, сақталып қалады. Түстен бастап ән айтуды қалыптасып қалады, қанша жылдан. Егер таңертең үнемі арқырап айтамын десеңіз, таңғы 5-тен бастап сіз бір-екі жыл солай дауысыңызды қалыптастырсаңыз, бұл сізде ешқандай кедергі болмайды. Таңғы 6-да тұрып алып, айтып бересіз деп ойлаймын. Ол да кейбір ағайындарымыз осы жерден тоқтай қал деген қарсы пікірі болуы мүмкін, келісемін. Жақсы. Ерек осы сізді ән сұрайық өзіңіз. Ән айтайын, мен енді бір лирикалық әннен бастағым деп отыр. Махаббат болсын. Қазір енді махаббат деген сөзді көбісі бір қыз бен жігіттің ортасында махаббат деп қалыптасып қалған. Махаббат деген анаға махаббат, сәл пафостау болуы мүмкін, бірақ менің ойымда ол барлығына махаббат. Яғни іштегі бір нәзік сезім ғой.
оны кімге бағыттап айтса да, кімге қарап айтса да, ол құбылып, өзінің жаңағы мақсатын жоғалтпай кете береді. Сондықтан Есенқұл ағамыздың бір сөзіне жазылған, сен жалғызсың деген да. Соны орындап берейік, қалаңыз. Sen жалғызсың, жалында күні барма, бір қарауға шыдағанда, жаным ау жабанды сүймекті, жақындауда қиын ғой тиранымда. Оңалайдан ниет оңай болар, ешбірден сен жүрсің жоқтай болып, түңілдірмей өтіме күн жауды, түнгі тауда көрінге болмай болды. Sen жалғызсың, жалында күні барма, қарттықтағы бір келер тірі адамға, жандан жаудан қарарсың сонда маған, жастығымның жалауын құлағанда. Olayların diye olay olamaz, hiçbirinin sen çözüm çok ayıp olmaz. Tümürler gözüme görünce tıngı tavda görünge olay olamaz. Ağlaysın, kasına otay canım, köp arasan bana şoktay kara. Gidersen bir gece Uşağında şanatın kaynadı, olaylar diye olay olmaz, hiçbir sen gördün yoktay oldu. Tümürler gözüme görünce tıngı dağlar körünge olay tümürler gözüme görünce tıngı dağlar körünge olay. Ендігі жалпы осы уақытқа дейін дыбыс аппараттарыңызды қыздырып таңертең ертемен тұрып жаттығулар жасап тұрасыз ба? Распевка жасап дегендей.
енді әрі қалай кейде күйдің тілі негізі қаскелең деген қалада тұрамын. Жаңағы қызметіміз Алматыда. Соған байланысты қыстың күндері аз-маз жасаймыз. Жаздың күндері толыққанды жасауға тырысамыз. Жеткілікті. Жаңағы таң өз қыстың кеш жатады ғой. Қараңғыда ондай қатты далаға шығып болмаса жаңағы жүгіруге кішкене қолайсыздық. Ал күз уақытында жаңағы көктем уақытында жазда мейлінше көбірек жасауға тырысамыз. Енді керек нәрсе әсіресе қырықтан жақындағанда, қырықтан аса бастаған кезде соның жасамағандай несі білініп қалады екен. Әркім айтады ғой, айтуға жеңіл. Сондай бір қатты. Распевка жасап тұрасыз ба, жоқ әлде болды қалыптасты ма дауыстың бәрі? Қалыптасқаннан кейін белгілі бір қоюға болады ма бұл нәрсені? Распевка деген жалпы распевка көбіне менің қолданысымда бір өзімнің бастапқыда айтатын 3-4 әнім бар, 1-2 әнім бар бәлкім. Соны айтқаннан кейін ол дауыс қызар, дауыс өзінің бояуын қалыптастырады. Ал енді бұлар жасаймын деп, мен ондай көп жасамаймын. Әнім бар. Бұл бір студент шағымызда да сол қалыптасты. Распевка жасаған кезде бір жасанды. Енді дұрыс, дауыстағы мынау артықшылықтарынан алып тастайсың, сөз жоқ. Ол бірақ фортепианомен әдемі шығады. Үйде ол аспап болмағаннан кейін кішкене домбырамен деп қазақтың бір 25 өзі төменнен айтылатын бір әндер бар. Соны бір айтып шықсаң, болса енді оны айғайламайсың, сәл андай бабымен, байымен деген сияқты. Енді ол әр адамның өзінің қағидасына қарай шығады деп ойлаймын. Кейде болады енді аяқ астынан дауыс қыздыру керек болады. Ойбай, қазір ескерген кезде кәнекей тез айтайық, жасайық, мынандай. Бұл бір солай шығады. Мен енді өзімнің қолданысым сондай болғаннан кейін оған мән беріп қарамаппын да. Бірақ енді шәкірттеріме распевка жасаған. Олардың дауысын қыздыруға ана әнді айт, мынаны айт дей алмайсың. Ондай кездерде енді распевканы қолданамыз. Жақсы, тамаша. Ереке, енді бір сауал, ұстаз, енді өзіңізде ұстаз болып жүрсіз. Жалпы сіздің ұстаздарыңыз кімдер? Қалай дедіңіз? Сіздің ұстаздарыңызға тоқталайықшы. Ұстазымыз мен енді ең алғаш шәкірт сол Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада цирк колледжіне келген кезде Қайрат Байбосынов ағамыздың алдынан көрдік ішінде. Ол қазіргі таңдағы осы қара домбыраны жанына сергетіп жүрген дәстүрлі әнші кісілердің ақсақалы сол кісі. Бірден бір үлкен тұлға, дәстүрлі ән өнеріне үлкен жаңалығымен баритон деген дауыс бар. Сол баритонды Қалиб Айжанов атамыздан кейін Қайрат ағамыз баритон әнді қалай айту керек, солай болу керек. Көбісі бізде қазақта шыңғырып тенорлық әндер көп байқасаңыз, енді Жүсіпбек атамыз бар, енді қазір осы өзіміздің буында Ерлан Сағи бауырымыз бар, Еркін Шүкман ағамыз дауыстар, Тілеулес Құрманғалиев ағамыз бар, жоғарғы дауыстағы әндер. Ол біздің табиғатымызға сай, өйткені жаңағы жоғарғы жиіліктегі дыбыс алысқа кетеді. Бізде далада өзіңіз байқасаңыз, жіңішке дауыс алысқа естіледі. Енді бәлки мен өзім дала болғаннан кейін, жаңағы не болғаннан кейін бәлки солай да пікір сондай. Ал баритонды Қайрат ағаның алғашқы дәрістер шыққан кезде тынап жаңалық болды кәдімгі. Кәдімгі
арқыраған жуан дауысты дыбыс құлақ бұрын сондай дауысты естілгендіктен ағанаты танымалдылығы бірден елге жаңағы таралып кетті. Бұл таңсық дүние болды деп ойлаймын да. Сондықтан енді ұстазымыз алла разы болсын Қайрат ағамыз қалай әнді айту керек, әлі бір сөз есімде сен асырайтын бес ән болады, соны өмір бақи айта берсең халық сені танып жүре береді дейді да. Бірақ оның деңгейі жоғары. Сенің өзіңнің төл құжатың дейміз ғой, визитный карточка болатын бір 2-3 ән болады, сол сені асырайды. Шынын айтқанда ағадай ол кісінің репертуары деген енді қанша екен ағаның өзі біз тыңдап естіп жаңағы таспаларын қараған өзі 200-ге тарта қалдырып кеткен таспалары бар да. Сондықтан да сол кісінің өзі солай айтқан кезде мен енді ойладым шынымен де солай екен. Одан кейін Биғазы Тұтқабеков деген ағамыз біздің мынау эстрадаға бағытына бірден бір сол кісінің ықпалымен біз келдік. Қайрат ағай бірінші курстан кейін бұл кісі Астанаға ауысып кетті. Соның орнына Биғазы ағай бізге екінші курстан бастап бізге ұстаз болды. Ол кісінің де Қайрат ағайдың бүкіл табиғатын сіңірген, домбыра тартыс десеңіз де жігіттік, адамгершіліктік, ол кісінің енді таңға жаңағы айта беретін қасиеттері өте көп, жақсы қасиеттері. Сондықтан да ағамыз енді ертерек дүниеден өтіп кеткен, 30 жасында өтіп кетті. Былай қарасаң кәдімгідей халыққа, елге, қазаққа берері көп азамат тағдыр. Сондықтан да ол кісінің әлі де көңіл көзімізге жас алып тұрып естіп аламыз ағаның әрбір айтқан сөзі. Осы бірден бір осы өнерде мейлінше тазалықпен жүру сол ағаның салып кеткен үлкен өнеге жолы, шын айтқанда ол кісінің. Одан кейін енді біздерден елік дегеніміз бар, басқамыз бар, жалпы енді орысша айтқанда официально шәкірті болып, сол Қайрат ағамыз бен Биғазы ағайды ұстазымыз деп ауыз толтырып айта аламыз. Былайынша енді Рамазан ағаны тыңдаймыз. Ол кісінің ой жақсы ән шықты, мынандай айтыпты, былай болыпты деп бағдар ұстап жүремін. Сондықтан да басқа да енді еліктейтін ағаларымыз көп. Ең алғаш Қоразбаев ағамыз, Алтынбек ағамыз біз не қылдық? Мен өзім ауылда жүргенде Қайрат ағайды көп тыңдай алмадым. Біз енді Қоразбаев ағамыз популярный болды, өте танымал болды. Сол кісінің жаңағы қара кемпір, қара шал, Бозторғай, Мейрамбек ағамыз. Солардан тыңдап өстік кішкентай кезімізде. Келгеннен кейін барып сондықтан да Аллаға шүкір ұстазға келін емеспін. Ұстазы жақсы, ұстанымы жақсы дейді ғой. Сондықтан да сол кісілерді айтып атқарып көлеңкесінде мейлінше өзімізді марқаюға неде жасаймыз, әрекет жасаймыз. Сол кісілердің атын айтып, артында көлеңкесінде жүре береміз. Тамаша, Ереке, рахмет. Ереке, сосын мынау әншінің өзінің почерк болады ғой, жаңағы ерекшелік дейміз бе? Жалпы осы ерекшелікті деген жалпы дұрыс. Мысалы, ертең осы өнерге келіп жатқан жас болса, бір жігіттерді ерекшелік іздеп келу керек па? Іздеп тауып келу керек па? Енді бағанағы бір сөзін айттым ғой, ерекшелік дегенде кейбір адам өзінің ерекшелігін аңғармауы мүмкін, байқамауы мүмкін. Бірақ жақсы ұстазды тапса, ұстазын осы кісі өзі ұстаздықтың көп критериялары бар ғой, шыққан шәкірттерін қарайсың. Егер ол кісі өзі де орындаушы болса, орындаған әнін қарайсың. Одан кейін ол кісінің жалпы өмірлік ұстанымын қарайсың. Яғни ол кісі үшін құндылық не, мысалы, тек танымал болып ән айтып ақша табу ғана болса, ол жағы кішкентай оны тұлға деп қарастыруға енді кейбір ағайларымыз жаңағы айтпа бермасын, енді ондай айтып өзін көргенде емеспін, бірақ сонысын қарау сөзі мен ісі бір ма, ең маңыздысы. Бірдеңкені айтуы мүмкін, өзі былайша басқа нәрсе істеуі мүмкін. Сондықтан да осыны қараса, осындай ұстазды таба алса, ол жаңағы ерекшелігі
айдан анық болып шығады. Ол адамның келген шәкіртінің ерекше шығуына ол ұстаз толық қана барлық ынта жігерімен атсалысса, әр адам ерекше ғой негізінде. Енді өзіңіз ойлап қарасаңыз, мына жапалақтап жауған қардың өзінің қиыршықтары бір-біріне ұқсамайды. Сіз ойлаңыз, миллиондаған ба, миллиардтаған ба. Яғни, ал сіз енді ойлаңыз, әрбір адамды жаратқан кезде ерекше. Бірақ біз сол ерекшелігімізді оята алмай қалуымыз мүмкін, танымай қалуымыз мүмкін, ерекшелігімізге көңіл бөле алмай қалуымыз мүмкін, бүгіннен ол ерекшелік болып көрінбей қалады деп ойлаймын. Қателесуіміз де мүмкін. Сондықтан да мен ерекше емеспін, тура анау сияқтымын, сонда болашағым бар ма, жоқ па, білмей тұрған қараш деген сияқты бір болса, олар суға түспей жатып, суға кеткен адам, теңізге болмаса жүзуге кейбір уақыттарда амбиция деген нәрсе керек. Мен мысалы домбыра тарта аламын, менде дауыс бар, ал енді басқа тамаша болып дамуын басқан 99% не дейді? Еңбек қой былай айтқанда. 1% дарын болса, енді ол дәл сондай болу кейбір адамдар шынымен бізде группамызда тобымызда көп жігіттер бітірді ғой. Қатты еңбекқор болып айта алмаймын. Таланттылығымыз басында әлде соған сенеміз ба, кішкене еңбектенсек, одан да көп жұмыстар атқарамыз деген өзімде не бар. Кейінгі уақыттарда роликтер шығып жатыр ғой, мотивация деген роликтер. Соларды қараған кезде шіркін қазір қолға алып жіберсем деген сияқты ішімізде қайнайды белгілі уақыттың келешекке деген сияқты болды. Сондай айта аламын. Көріп отқан адамдар түйген шығар деп ойлаймын. Жақсы. Мотивация деп жатырмыз ғой, қазір өзі мотивациялық курстар, видеороликтер, жаңағы сабақтар қойып, қалай жалпы қатысып жүрсіз? Қазір енді адам бір орында енді хадис ау деймін жаңылмасам, адамның бір күні екінші күнімен тең бірдей болса, бұл адам не дейді? Зиянда дейді. Яғни сондықтан да қазіргі заманның талабына сай осы қоғаммен бірлесіп өзіңді дамытуға қолға алмасаң дамытуды, яғни көштен қалып қаласың. Сондықтан да мейлінше әртүрлі ол мотивацияның көбіне қазір қаржылық тұрғыдан көпшілігіне бар. Қалай қаржылық зависимость дейміз ғой, өзінің табыс өзін өзі келтіруге қандай нелер бар, жалданбалы жұмыс, негізі кәсіп ашу керек болса кәсіп, инвестициямен айналысу керек, басқа деген сияқты. Қазіргі соның ішінде инвестиция деген нәрсе қатты қызықтырды. Осы кейінгі бір 3-4 жылда мен сол инвестициямен кішкентай қарадым, соны бір кішкентай көңіл бөліп зерттеуге тырыстым. Сондықтан да бізде инвестиция саласы өте кенжелеп қалған. Ол жерде көбіне пирамида, алаяқтар жүретін бір нәрсе, маркетинг, именно мынау сала есіме шығып отыр. Жалпы сол инвестиция саласы дамымай қалған, бізде отырмаған жүйелі. Ал Европада болмаса Америка саласында кез келген еден жуушыда белгілі бір компанияның акциясы. Сіз мысалы сенсеңіз менің естіп көріп байқап сұрастырып жүргеніміз. Сондықтан да ол өзінің еденін жуып қоғаммен ортамен араласып жүре береді, бірақ оған белгілі бір пайызда табысы өзіне байланысты емес. Ол сала кәдімгі заңмен де әдемі қорғалған, мемлекеттік тараптан да белгілі бір жүйе қалыптасқан. Біздерде кішкентай заң әлі әлсіз, ол төңіректе біздің конституциямызда да бәлки бар ма жоқ па менен заңгер емес. Көп жағында да адамдар шынымен де алданып қалған. Көп адамдар осыны пайдаланып, аңғаларын пайдаланып, ақшаларын жымқырып кетіп жатыр. Айтайын, сетевой маркетинг мәселесіне бізде көп негативті пікірлер өте көп. Негізінде сетевой маркетинг жақсы бір маркетинг саласындағы ең
қазір сауда саттық болсын, қаржылық жағынан болсын, үлкен табыс көзіне айналған үлкен бір сала. Онағы білмеген адам жауы дейді ғой. Дұрыс зерттеп білсе, шынымен де бұл да әрине сауаттылықты талап етеді. Сөз жоқ. Жүрген бардың, айтты бар, бассау, жүріп барып жаңағыдай жасау емес. Сондықтан да бұл салада да біраз адамдар дамыса, осыны өзіне мотивация ретінде осыны қолданса, сөйтіп қаржылық сауаттылығын арттырса, сөйтіп өзінің қаржылық жаңағыдай жағдайын, әлеуметтік жағдайын да жақсартса деген нәрсе бар. Мынау берді, өкімет ананы бермей қойды, әкім жеп қойды деп отырып, қайғы уайымға салынып отырмай, көбірек өзін дамытып, осы салада да кішкентай бір білімін алса, бір сауатын ашса деген нем бар, өзімнің ұсынысым бар. Бұл да бір жастарға. Не деген көрерменіміз көп біздің. Екі адамымыз енді бұл міндетті түрде сақтаймыз парақшаны керек. Сіз содан кейін маған айтасыз ғой, мынаны бір 200-300 адам ба, 1000 адам ба көрді, ерекес сұхбатымызды деп бір кейін құлақтағы сетіп қойыңыз, бізде арқайып жүр. Енді дұрыс қой, жексенбінің таңында ешкім ояна қоймас деп ойлаймын. Иә, ертемен тұрып алып отқан екен мереке бүгін. Шығармашылықпен. Иә. Ереке болсын. Ау. Өзіңізден тағы да бір ән сұрасақ. Ән сұрасақ дейсіз ба? Бізде жерде уақыт қалды ғой, иә? Енді халық әнін орындайық. Енді ауыз толтырып қойға дәстүрлі ән істегеннен кейін. Не болды? Көбіне солау әңгімен айтады деген дәстүрлі ән деген пікір қалыптасып қалмасын. Халық әнін орындайық. Қазір енді халық әні бұлбұлым көпшілік орындап жүрген ән. Алланың таңдарыңыз арайын жүргін.
Жастық шақтан сыйласын қадірін тынбасын жерден қаларым мың күніме бағидым ұзырған бір жалған Ay, тамаша. Біраз уақытта болды ау дейді. Ереке, бір сұрақ, дәстүрлі бір сұрағым бар еді. Осы сұрақтан кейін жерімізді аяқтайық, иә. Жалпы өнерге жолшыбай келдіңіз ба, жолаушы болдыңыз ба? Жолаушы болдым мен енді. Жолшыбай келетін болсам мен менде бірінші мамандығым Алматы байланыс колледж. Яғни өнерге түсем деп келдім, үлгермей қалдым. Яғни бір енді кеш келіп қалдық, отбасылық жағдай болды, ауылдық басқа бір шарттары болды. Сондықтан да мен колледж бітіргеннен кейін маған университетке жолдама берді. Мен Қызылға бітірдім, связь колледж бітіргеннен кейін. Энергия институтқа маған жолдама беріп, сен екінші курстан қабылданасың деген сияқты. Енді жақсы оқыдық. Айтсам мақтанғандай боласың. Одан кейін бірақ мен ойлаңыз, сол колледжді бітірдім де консерваторияға бардым, академияға бардым. Олар курстан қабылдаймыз деді. Басқа подкурс деген сөз кішкентай бір томпақтау болды. Содан кейін мен қайтадан Жүсіпбек Елебеков атындағы колледжіне түстім. Яғни бұл көп адамдардың тарихи өмірінде кездесе бермейтін шығар деп ойлаймын. Колледжді бітіріп алып колледжге түскен адам мысалы, кәдімгідей мен өнерге деген өзімнің ұстанымым, жақсы көруім, оған деген қарым-қатынасым өте жоғары. Сондықтан да мен өнермен егізбін. Өнерсіз өзімді болғанда, әрине менен саудагерге шығады деп біраз пікірлер естиміз, бірақ өнерім менің Алланың берген бір қасиет, бір дарым деп ойлаймын. Сол айналып қана кетейін. Әлекем. Ереке, көп-көп рахмет сізге. Өнерде жолыңыз болсын. Әмин, айтсын. Жерімізді аяқтайық ендеше. Сізге көп-көп рахмет дейміз. Жақсы күндерде жолығайық. Әмин. Өздеріңізге осы жаңағы жастардың осы бір ұстанымымен көпке шынымен де пайдалы болу, жастардың бір санасына жақсы бір тың идеяларды сіңіру жолында тек шығармашылық табыс тілейміз. Шаршамаңыздар, ізденістен тоқтамаңыздар. Тек түрлі әдістерді, амалдарды қолданып пайдалы бола беріңіздер. Қазақ елі, жұрты аман болсын, жақсылық заман болсын. Жақсы, рахмет Ереке, амандықта. Қайырлы таң.